Сәлем, сәлем, жағдайың қалай? Бүгін біз векторларды қосудың әдістерін өтетін боламыз. Алдыңғы сабақта айтқан болатын, бізде пифагор сияқты әдіс бар деп, соны бүгін толығырақ талдаймыз. Векторларды қосудың жалпы бізде 6 әдісі берілген, бірақ барлығы бір-біріне ұқсас, сол үшін қорықпасаңдар болады. Ең алғашқы әдіс бұл векторларды үшбұрыш ережесі бойынша геометриялық қосу. Яғни, мысалы, мына жерде бізде А точкасында үйіміз тұр деп есептесек, иә? Б точкасында бізде мектеп тұр. Сен мектепке бару үшін ұзын асфальттың бойымен осылай барасың. Және сен белгілі бір 90 градус бұрышты жасадың жүрген жолыңда, яғни тіке бұрылып кеттің деген сияқты ғой. Сенің А точкадан Б точкаға дейін жүрген жер, мысалы, мына жер 30 метр болса, мына жер 40 метр болса, негізі сенің жүрген жолың S-пен берілген, ол 30 қосу 40 бола салады, иә? 70 метр жол жүрдің. Ол дұрыс. Бірақ сенің орын ауыстыруың ол А точкасынан Б точкасына дейінгі ең жақын нүктелердің арасы болады. Өйткені сен 70 метр жол жүргенмен белгілі бір одан азырақ ара қашықтықты жүріп өттің деген сөз ғой. Ол бізде орын ауыстыру тоже S-пен, бірақ үстінде вектордың белгісі болады. Яғни орын ауыстыру бізде векторлық шама екен. Мысалы, сол бағытта 10 метр жүрді, оң бағытта 10 метр жүрді деген сияқты қылып айтсақ, ол бізде орын ауыстыру. Ал егер жай ғана 30 метр, 40 метр жол жүрсек, ол біздің жолымыз болады екен. Скаляр шама. Енді қарайық, А жолынан Б жолына дейінгі орын ауыстыруды қалай есептейміз? Ол үшбұрыш әдісімен болады. Яғни пифагор әдісі. Жазып ала қойыңдар. Пифагор әдісі бойынша бізде егер мына жүрген жолдың немесе белгілі бір заттың арасы 90 градус болатын болса, оның С қабырғасын табу үшін А қабырғасының квадратына Б қабырғасының квадратын қосу тең С квадратына. Яғни 30 метр бізде А болады, үшбұрыш бойынша 40 метр Б болады. Үшбұрыштың өзін салсақ, А, Б, С тең А квадрат қосу Б квадрат тең С квадрат болады. Яғни, С қабырғасын табу үшін А қабырғасын квадраттап, Б қабырғасын квадраттап, екеуінің қосындысын түбірасына алады екенбіз. Бірақ бұл үшін ең бірінші маңызды ереже бар, А мен Б қабырғаларының арасы міндетті түрде 90 градус болуы керек екен. Ендеше мынаны пифагор әдісіне салайық. Бірінші 30 квадрат қосылған 40 квадрат түбірасына саламыз, сонда біз С қабырғасын таба аламыз. 900 қосу 1600 бізде 2500-ге тең болады. Ал 2500 біз білетіндей 50 санының квадратына тең. Демек, С бізде 50 метрге тең екен. Сен 70 метр жүрген жолың, 70 метр жүрсең де, сенің орын ауыстыруың 50 метрге тең болады екен. Есеп түсінікті болса, бір плюс қойып кете салыңдар. Ал енді екінші әдіс бізде бірнеше векторды көпбұрыш ережесі бойынша геометриялық қосу. Ол қалай? Жаңа біз айттық, А точкасынан Б точкасына дейін бардың дейік. Содан кейін сен тағы жүрдің, былай бұрылып кеттің, и соңында С точкасына келдің. Басында сен А точкасынан бастағансың. Енді оны қалай табамыз, орын ауыстыруыңды? Оны қалай тапса болады деп ойларым. Сендер ойлауларың мүмкін. Барлығын бір-біріне бүйтіп қосамыз. Иә, қосамыз, бірақ ол бізде жол болады. Жүрген жолымыз болады. Міне санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 метр жол жүріпсің. Окей, молодец. Бірақ сенің орын ауыстырың осы А точкасынан С точкасына ең жақын нүктелердің, яғни ең жақын сызықтың ұзындығына тең болады. Міне, осыған. Бұны қалай табамыз? Даже если мына жақта былай жүрген болса да, бұны үшбұрыш әдісімен таба салады екенбіз. Міне, қараңдар, енді А-ның ұзындығын былай ұзартып жібереміз де үшбұрыш қылып жібереміз. Сонда арасы 90 градус болады. Мынау С қабырғасы, мынау А қабырғасы, мынау Б қабырғасы бола салады екен. Енді осыны төңкерістерге түсінікті қылып жазып берейін. Мына жер бізде С қабырғасы болып тұр. Мінекей орын ауыстырып көрсетіп тұр. Мынау Б қабырғасы, арасы тек 1, иә, 1. Ал мынау А қабырғасы. Енді оны санайық. 1, 2, 3, 4. Мінекей 5, 6. 6 бөлшекке бөлінген екен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлшекке бөлінген. Бұл А қабырғасы. Енді осыны санасақ, мына жақ 6 метр, мына жақ 2 метр. 6 квадрат қосу 2 квадрат түбірасына аламыз. 36-ға 4-ті қоссақ 40, түбірасты 40.
Түбірасты 40-ты біз жай ғана калькулятормен есептеп, шамамен қандай мән екенін таба салады екенбіз. Ол бізде 6,32 метр болады екен. Ұзақ жол жүріп, әртүрлі жаққа дейін барып, соңында С точкасына келсең де, сенің орын ауыстыруың 14 метр емес, 6,32 метр болады екен. Өйткені бұларды жүрудің орнына жай ғана А-дан С-ға тіке бара салуға болатын еді. Бұл ең выгодный вариант еді. Бірақ сен ұзағырақ етіп 14 метр жол жүруді таңдадың десек болады. Үшінші бізде жалпы векторды параллелограмм ережесі бойынша қосу деп аталады. Бұл әдісті қолдану үшін біз косинустар теоремасы формуласын қолданады екенбіз. Міне бұл косинустар теоремасы деп аталады. Жалпы бұл әдіс үшбұрыштар әдісіне өте қатты ұқсайды, өйткені үшбұрыштар әдісі осы косинустар теоремасынан шыққан екен. Мінекей, просто үшбұрышты салайық, иә? Осылай. Бізде А бар, Б бар, С бар. Енді С-ның формуласын ала берейік, бізге ыңғайлы болған үшін. С квадрат тең А квадрат қосу Б квадрат және минус 2 көбейту А көбейтілген Б көбейтілген косинус С дейді. Косинус С дегеніміз мына С қабырғасына қарама-қарсы жатқан бұрыштың мәні. Ал бізде бұл қанша градус? 90 градус. Косинус 90 градуста қандай мәнді береді? 0 деген мәнді береді. Іздеп қарасаңдар болады. Сонда 0-ге сан көбейтілген үшін мынаның бәрі жойылып 0-ге тең болып кетеді екен де, С квадрат тең А квадрат қосылған Б квадрат деген Пифагор формуласын алады екенбіз. Ал егер ара қашықтық 90 емес, басқаша бір градус болса, мысалы, кейбір есептерде болады, осындай қылып береді. Бірінші осылай жүрген, потом былай жүрген. Арасы 90 градусқа тең емес, уже азырақ, может 60, может 70, 60 градус дей салайық, иә? А точкасында жүр, Б точкасында жүр. Осы жерде біз векторларды параллелограмм ережесі бойынша қосуды қолданамыз. Ол қалай? Осындай бір ортасынан сызық жүргіземіз. И ол бізде осындай бір параллелограмм пішіні шығатын болған үшін біз параллелограмм ережесі дейміз. Бірақ шынында оны косинустар теоремасы арқылы шығарамыз. Яғни, мысалы мына жерде 3 болатын болса, мына жерде 5 болатын болса, біз не істейміз? С қабырғасын табамыз. Так, давайте. С квадрат тең А квадрат дейміз, ол 3 квадрат қосу 5 квадрат азайту 2 көбейту 3 көбейтілген 5 көбейтілген косинус 60 градус екен. 3 квадратымыз 9, 5 квадратымыз 25, азайту, мынау 6, 6-ны 5-ке көбейтсең 30, көбейтеміз. Косинус 60 градуста бізде 2-ден 1 деген мәнді береді, сонда 15, азайту 15. 9-ға 25 қоссаңыз 30, так, 25-тен 15 азайтсаң 10, 9-ға 10 қоссаң 19, түбір асты 19 болады екен. Сонда бізде мына есептегі С қабырғасы түбір асты 19 немесе 4,35 метрді береді екен. Міндетті түрде дұрыстап жазып ала қойыңдар. Осы сияқты А қабырғасын таба да аламыз, егер бізге С мен Б-ны берсе, немесе Б қабырғасын таба аламыз, егер бізге А мен С-ны берсе. Мына формуланы міндетті түрде жазып алыңдар, өте маңызды. Және ұмытпаңдар, егер косинус Б десе, Б қабырғасына қарама-қарсы мына бұрышты аламыз. Б. А егер косинус А десе, А қабырғасына қарама-қарсы мына бұрышты алады екенбіз. Келесі бізде векторларды азайту. Ол қалай? Векторларды бізде қосу және азайту деген былайша бір ұғым бар, иә? Мысалы, мынау А векторы болса, мынау Б векторы. Екеуі бағыттас. Демек, бұл векторларды қосқан кезде біз жай ғана сандық мәндерін бір-біріне қоса салады екенбіз. Мысалы, мынау 3 метр болатын болса, мынау 2 метр болатын болса, А мен Б векторының қосындысы 5 метрге тең болады. Ал егер А векторы осылай, Б векторы былай тұратын болса, онда екеуінің қосындысы, яғни геометриялық қосындысы екеуінің азайтындысына тең болады екен. Оны біз былай жазамыз. Вектор болған соң негізі геометриялық қосындысыны болу үшін үстіне вектор таңбасын қою керек. А вектор қосу Б вектор дейміз, кейін А қосылған минус Б.
Өйткені мына b бізде қарама-қарсы болған үшін алдына минус таңбасы қойылып жазылады екен. Сонда адам b-ны азайта саламыз, яғни 3 метрден 2 метрді азайтып, туынды вектордың 1 метрге, яғни мына жердің белгілі бір атты метр мәнге тең болатынын біледі екенбіз. Осылай жазу ең дұрысы. Біз жай ғана а азайту б деп жаза салмаймыз. Олай болмайды. Окей? Кеттік. Векторларды скалярға көбейту, яғни векторларды ұзарту десек болады. Қалай атасаңыздар да өз еріктеріңіз. Біз жаңадан бері айттық, бұл а болады деп, ал бұл минус. Яғни дәл осындай вектор салайықшы, екеуін бірдей қылайық, иә? Егер бұл а векторы болса, мынау минус а векторы болады. Мынау b векторы болса, оған қарама-қарсы қарап тұрған минус b векторы болады. Яғни бағыты қарама-қарсы заттың үстіне вектордың алдына жай ғана минусты жаза салады екенбіз. Ал егер біз мынаны а векторы деп, оның мәні мысалы, допустим, 3 метр болсын, иә? Оның 2 есесін салсақ, бұл жай ғана бізде 2а вектор бола салады. И оның ұзындығы 6 метрге тең бола салады екен. Соответственно, былай қарап тұратын болса, ол минус 2а векторы болады. Все. Тут ешқандай артық проблема да жоқ, жай ғана 2 есе көбейту керек болса, 2а вектор деп жаза салады екенбіз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Келесі дене координаталық және оның орын ауыстыру проекциялары. Жалпы белгілі бір графты сызайық, иә? График сызайық. И мынау бізде y проекциясы, бұл x проекциясы, барлығымыз білетіндей. И біз мынадай бір просто орын ауыстырудың осындай бір түрін сала қоямыз. Яғни дене өзінің бастапқы орны мынау болса, бастапқы биіктігі мынау болса, соңғы жеткен биіктігі y, соңғы жеткен ұзындығы x. Y бойынша проекция деген бар, x бойынша проекция деген бар. Ол қалай? X-тің басталғаннан соңғы жүргеніне дейінгі ұзындығы x проекция болады. Sx пен аталады ол. Окей? Ал y-дың бастапқы биіктігінен соңғы биіктігіне дейін қозғалысы ол y проекция болады. Sy деп аталады. Все. Получается, соңғы орыннан x азайту x0, соңғы орыннан бастапқы орында азайту бізде x-тің проекциясы. Соңғы биіктіктен бастапқы биіктікті азайту ол y проекциясы болады екен. Яғни орын ауыстыруының ұзындығы. Мына жер мысалы 0-ден басталса, мына жақ 10 болатын болса, мына жер примерно 8 болса, мына жер 4 болса, 8 азайту 4 метрге тең. Яғни x бойынша проекциясы 4 метрге тең. Мына жер 0 болса, мына жер, допустим, 6 болып, мынау 4, мынау 1 болатын болса, y бойынша проекциясы 4 азайтылған 1, 3 метрге тең болады екен. Болды. Яғни дененің орын ауыстыруы оның проекциясына тең болады екен. Ал координаталары кәдімгідей граф сияқты сыза береміз. Яғни 0, 1, 2, 3, 4 деген сияқты қылып. Кеме көл бетінде солтүстік шығысқа қарай дейді, солтүстіктікке, шығыс кішкене оң жаққа қарай. Демек осылай, кешірім сұраймын. Солтүстік шығысқа қарай осылай 2 километр жүзген, кейін ол тіке, яғни солтүстікке қарай 1 километр жүзіпті. Геометриялық әдіспен орын ауыстырудың бағыты мен модулін анықтаңдар. Яғни мына А точкасына шығып, Б точкасына баруының орын ауыстыруының бағыты және мәні дейді. Егер ол солтүстік шығысқа қарай былай жүреді, потом тіке жүріп кететін болса, екеуінің А точкасынан Б точкасына қосатын сызық осылай болады, және бағыты то же самое солтүстік шығыс болады екен. Енді қараймыз. Былай 2 километр жүрді. Солтүстік шығысқа қарай десе, примерно мына жақ қақ ортасынан бөлінгенде 45 градус қой. Өйткені бізде былай 4-ке бөлінген ғой. Я бағыттар. И мынау сразу солтүстік болады, мынау сразу шығыс болады. Где-то екеуінің ортасында осындай мәнде ол басында қозғалған 2 километр. Кейін уже тіке шығысқа қарай, солтүстікке қарай кеткен. Демек, мына жақ 45 градус, мына жақ 90 градус.
ортасы 135 градусты береді. Мынау А, мынау Б қабырғасы болса, С қабырғасы осы. Әрине, бұны біз геометриялық әдіспен косинустар формуласы арқылы шығарамыз. Яғни С квадрат тең А квадрат қосу Б квадрат минус 2 көбейту А, Б косинус С. Давайте жазайық. 2 квадрат қосамыз 1 квадрат минус 2 көбейту 1 көбейту 2 көбейтеміз косинус 135 градус. Сонда бұл бізде 4 қосылған 5 азайту 2-ге 2-ні көбейтсек 4 көбейтілген косинус 135. Косинус 135 бізде бір 2 бөлінген 2-ні береді. Бірақ алдында минусы бар. Мәні осындай. Косинус 135-тің мәні минус бір 2 бөлінген 2. Енді қысқартып жіберейік, сонда 5 азайтылған 2 түбірасты 2 деген шықты. 2 түбірасты 2 бізде қандай мәнді береді? Екі бүтін 182-ні береді екен. 5-тен 2 бүтін 182-ні азайтқан кезде орын ауыстыруымыздың модулі немесе мәні бізде 2 бүтін 117 метр шығады екен. Километр. Сонда бір адам солтүстік шығысқа қарай 2 километр жүзіп, кейін тіке тағы 1 километр жүзсе, оның жалпы орын ауыстыру 2 бүтін 117 километрға тең болады екен. Ал бағыты әлі де солтүстік шығыс. Келесі сұраққа кеттік. Тікұшақ түзудің бойымен 40 километр горизонталь ұшып өтті дейді. Горизонталь бізде осылай. 40 километр. Кейін ол 90 градусқа бұрылды. Демек, ол төменге қарай бұрылды, немесе жоғары қарай. Без разницы. Арасы 90 градус дегенді ғана білеміз. Тікұшақ жолын және орын ауыстыруын анықтаңдар дейді. Қараңдар. 40 километр жүзіп 90 градусқа бұрылып 30 километр жүріп өтетін болса, демек, оның орын ауыстыру бізде жай ғана А квадрат плюс Б квадрат түбірасты тең С-ға тең болады деген формуламен шыға салады екен. Біз айтқандай Пифагор әдісі. Сонда бізде С жаңағы шығарғанымыздай 50 километрге тең болады. Оның жолы 40 қосылған 30 тең 70 метр болатын болса, орын ауыстыруы 70 километрге тең болатын болса, орын ауыстыру 50 километрге тең болады екен. Орын ауыстырудың үстінде векторлық белгі бар, ұмытпаймыз. Бұл бізде орын ауыстыру, ал векторлық белгісі жоқ, жай ғана жолдың мәнін береді. Ең соңғы сұраққа келдік. Дене координаторлар x тең 0, y тең 2 метр болатын нүктеден координаторлар x тең 4 метр, y тең минус 1 метр болатын нүктеге орын ауыстырды. Так, бұл бізде графикалық есеп. 1, 2, 3, 4, 5 жазылайық. 1, 2, 3, на всякий случай, да? 1, 2, 3, 4. Так, бастапқы нүктесі бізде x1 тең 0, y1 тең 2 метр. Яғни бастапқыда А точкасы осылай болады. 0.2. Соңында ол x2 тең 4 метр, 1, 2, 3, 4 метр, ал y минус 1-ге тең болатын жерге жетеді екен. Ол бізде B. Демек, оның қозғалысы примерно осындай болды ғой. Белгіленген нүктелерді x0, y0 координаталық жазықтығына белгілеп, яғни осылай белгіледік. Координата осьтерінде орын ауыстыру модулін және проекциясын анықтаңдар. Бізге получается, оны мына адам Б-ға дейін қаншалықты орын ауыстырғанын табу керек. Оны әрине біз Пифагор әдісімен табамыз, уже көріп тұрмыз, қай табуға болады. Міне үшбұрышты саламыз. 1, 2, 3. 3 метр. Мына жағы 1, 2, 3, 4. Яғни 4 метр. 3 метр квадрат, 4 метр квадрат. Ол бізде әрине 5 метрге тең болады. Демек, А точкасынан Б точкасына дейін орын ауыстыру 5 метрге тең болады екен. Ал оның проекциясы барлығымыз білетіндей x1 мен x2-нің арасы, яғни x2 азайтылған x1, sx, яғни x проекциясына тең болады, ол бізде 4 метрге тең, y2 азайтылған y1, яғни 2 азайту 1, өткен соңғы нүктесі минус 1-ге тең ғой. Ол бізде 3 метрге тең болады. Яғни y бойынша проекциясы
3 метрге тең екен. Осымен болды, сендерге түсінікті болды деген ойдамын есеп. Егер соны көрінбей қалып жатқан болса, мына жаққа қайталайын. Y2-ден азайтамыз Y1-ді. Мына жерде бізде Y1, Y так. Мгм. Y1, мынау Y2. Y2-ден азайтамыз Y1-ді, ол -1, -2 болады ғой. Негізінде мен мына жақта 2 -1 деп жазып жібердім. Оның разницасы жоқ. Мына жақта -3 метр шығады. Бірақ проекцияның ұзындығы именно SY-ға келген кезде мына минусты есептемейміз. Бұл нені береді? Астына қарай, төменге қарай 3 метр кетті деген сөз. Бірақ оның ұзындығы 3 метр екені ол анық факт. Сол сияқты егер мынау артқа қарай кететін болса, -4 метр болатын еді. Бірақ ол алға қарай кеткен үшін +4 метр болып тұр. Минус плюс дегеніміз ол жай ғана алға кетті ма, артқа кетті ма, жоғары кетті ма, төменге кетті ма, соны ғана береді. Бірақ мәні бірдей болады. -1, -2 деп. -3 алсақ та, 2 азайту, -1, 3 метр деп алсақ та жауабы 1 болады екен. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Үй жұмысын міндетті түрде орындаңыздар. Ал келесі көріскенше сау болыңыздар.